деді біреу қалтырап. Ержан әлі де машинканы қолынан түсірмей тұрды, болып жатқанға өзі де сене алмайтындай. Ол Қаңғыбасқа еңкейіп жай ғана айтты: егер сен шынымен Олжас Лесбаев болсаң, сен өлсің. Теледидардан айтты: сені өлді деп жариялаған. Кемі 2 жыл болды. Қалай сонда? Деді біреу. Қап, сайтан алғыр. Қаңғыбас жауап бермеді. Тек көзін жұмды, сол сәтте оны үнсіз айқай қысқандай бүкіл денесі қалтырап кетті. 1 сағаттан кейін байғұсты жеке басын анықтауға полицияның уасы алып кетті. Тағы 1 сағаттан соң жұмыс күні аяқталып, Ержан шаштаразды жапты. Келесі күні шағын қаланың шаштаразында өмір әдеттегі арнасына қайта түсті. Ер адамдардың бастары, арзан лак иісі, ауа райымен күн сайын өсіп жатқан баға әңгімелер. Ержан тұрақты клиенттердің бірінің шашын түзеп жатқанда, сықырлаған радиодан диктордың дауысы шықты. 2 жыл бұрын хабар ошарсыз кеткен миллиардер Омега Group медиа империясының иесі Олжас Лесбаевтың жеке басы расталды. Ол провинциялық қалада тірілей табылды. Полиция оны саусақ іздері арқылы анықтады. Қазіргі таңда ол 4 қалалық аурухананың жансақтау бөлімінде жатыр. Дәрігерлер жағдайын тұрақты, бірақ ауыр деп бағалауда. Жақын арада оны елордалық Гелиосмед орталығына кешенді оңалтуға жіберу жоспарланып отыр. Шаштараз сілтідей тынды. Тіпті Ержанның қолындағы машинкада үнсіз қалғандай болды. Серіктің материалы елге жайылып үлгеріпті, деді біреу сыбырлап. Ойпырмай, деді екіншісі. Бетінің таныс екенін айтқанмын ғой. Иә, деді Ержан радиоға мойнын созып. Мен оның желкесін сыпырып жібере жаздаппын. Миллиардерді қырыпсың ғой, деп үшіншісі қарқылдады. Ержан, енді саған осы шаш үлгісі үшін ескерткіш қояды, немесе ең болмаса сыйақы береді, деді біреу бұрыштан. Ержан, деді зейнеткер Нұрлан аға, егер ол жазылып кетсе, шынымен де марапаттауы мүмкін. Немесе теледидар сыйлар, деді біреу. Әлде керісінше, деп қосты екіншісі. Охраналар келіп әбден сыйлап кетер. Бәрі күлді. Ержан терезеге көз тастап қалып, қиылыста аялдап тұрған 2 қара бмны байқады. Жергілікті емес, астаналық нөмірлер әйнектері қараңғы. Келесі сәтте олар аурухана жаққа бұрылып кетті. Күннің қалған бөлігі әдеттегі күйде өтті. Ержан шаш қиды, әзілдесті, қоңыраулар қабылдады. Кешке қарай шаш қидырғысы келетіндер сиреп ағын тоқтады. Ләззат баласын балабақшадан алып дүкенге соғу үшін ертерек кеткен еді. Ержан шаштаразды жауып, жарықты сөндіріп кілтті бұрады. Қала көшелерге жұмсақ қараңғылық төсеп үлгерген. Шамдардың астында су тамшылары салбырап тұр, жел көктемше дымқыл әрі салқын. Ол үйіне қарай аула мен гараждардың жанынан өтіп бара жатып, ертеңгі күнді ойлады. Қанша адам жазылған, тағы да баласын балабақшаға апару керек. Кенет жанынан біреу атып шықты. Қатты қозғалыс. Біреу оның шынтағынан ұстап алып, қабырға мен темір қоршаудың арасындағы көлеңкеге сүйреп әкетті. Әй, не істеп? Деп демі үзіліп қалды Ержан. Қараңғылықтан бір бет көрінді, сұр, қорқыныш пен аурудан бұзылған, таныс сияқты. Қаңғыбас. Сол өзі. Дәлірегі Лесбаев. Медиа магнат қайдан білсін енді. Көмектес, деп әрең сыбырлады ер адам. Олар мені тапты. Ержан не айтарын білмеді. Жүрегі тарсылдап соғып кетті. Қараңғылық қоюланып бара жатқандай. Жақын маңда ауыр темір есік тарс жабылды. Қаңғыбас үміті үзілген адам еді. Ержанның шынтағын қыса ұстаған дірілдеген қол үнсіз жалынды, бар күшін жинап тұрғандай. Ойланбастан Ержан оны подъезге кіргізіп, жан-жағына қарап, ешкім көріп қоймады ма деп алаңдап. Баспалдақпен өз пәтеріне көтерілді. Ләззат пен бала әлі келмеген. Ол қонақты ас үйдегі үстел жандағы табуретке отырғызды, су берді, үстіне ескі худи, шалбар, жылы шұлық кигізді. Қаңғыбас дерлік сөйлемеді, тек сырылдап, қырылдап демалды. Үзік-үзік дыбыстардан ғана сөздің жұрнақтары сезіледі, біреу даусын орта жолдан қиып тастағандай. Сөздер лай судың түбінен қалқып шығып, қайта батып жатқандай еді. Көшеде, деп қинал айтты ол. Әлің бітіп қалған ба?
деді Ержан, бұлай болмайды. Күт. Ол ескі ноутбук әкеліп үстелге қойды. Қаңғыбас пернетақтаға ұзақ қарап отырды, не істеу керегін ұмытып қалғандай. Сосын саусақтарын алғаш рет қимылдатқандай баяу тере бастады. Ұлым мені улады. Дәрілер, қараңғылық, сыбыр. Пансионат, дәрілер, қаштым, жадым бұзылып жатыр. Жолдан жол, сөзден сөз, Ержанның алдында сатқындыққа, азап пен қасіретке толы тағдыр ашыла бастады. Бүгіліп қалған саусақтармен терілген әрбір жол оны шын мәніндегі дерлік шекспирлік трагедияның ішіне тереңдете түсті. Ержан көз алмай оқыды. Оқиға сенгісіз еді, бірақ қорқынышты түрде шынайы болатын. Ұлы әкесінің көп миллиардтық медиа империясын иемдену үшін оны ашық өлтіруге бармады. Ол оны үнсіз жойды, дәрігерлер арқылы, дәрілер арқылы, сананы тұмшалау арқылы. Әкесі жұрт алдында жүрегі ұстап қалған сәт, оны шетелдік санаторийге жіберуге сылтау болды. Сол жерде емнің атымен ол тұтқынға айналды. 1 жылдан кейін дәрілерден есеңгіреген, жаны күйреген күйде қашып шықты.